Сәлем достар, егер де 11-11 акциясын пайдаланып, Pinduoduo сайтында қыстық аяқ киімге заказ салғыңыз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Біз ойлаймыз, Қытайдың аяқ киімдері бәрі сапасы нашар, иісі бар деп. Алайда товарды дұрыс таңдай білсе, Қытай аяқ киімдерінің ішінде де нағыз бренд 100% оригинал табиғи терден жасалған аяқ киімдерді табуға болады. Мен ең алғаш заказ салған кезде өзім қызыма қыстық аяқ киімді қате таңдаған екенмін. Оның материалы микрофибра, біздің қатты аяздарға шыдамайды, 15-20 градустық аяздарда ғана киюге болады. Яғни мен материалын дұрыс таңдаған жоқ болатынмын. Енді сіздерге қалай дұрыс таңдау қажет, соны көрсете кетейін. Мен поиске аяқ киімді іздеп көрейік, обувь деп жазамын. Товарларды іздеген кезде қытайша іздеуге тырысыңыздар, себебі қазақша жазсаңыздар көп товарларды сіздерге шығарып бермеуі мүмкін. Аяқ киімдердің түр-түрі шықты. Мына жерде 11-11 мен тұрған, скидкамен тұрған товарлар. Біз ең үстіндегі жоғарыдағы фильтрдің үстінен басамыз. Осы жерде товардың сипаттамасы бойынша бізге бөліп таңдап алуға болады. Мына жерде бағасы жазылған. Товарларды, аяқ киімдерді таңдаған кезде 80-90 юаннан жоғары аяқ киімдерді алуға тырысыңыздар. Себебі одан төмен болса, оның барлық сапасы нашар, искусственный кожа болып келеді. Осылай мына жерде бағасын таңдауға болады. 150-200 деп таңдайын бағасын. Астында мына жерде материалдары жазылған. Қытай аяқ киімдері первый слой, второй слой деп солай бөлінеді. Второй слой дегеніміз табиғи материалдың терінің үстінен искусственный кожа тігілген деген мағынаны білдіреді. Оның белгісі осындай 2 минус сызықша болып келеді. Ал бізге сапасы жақсы болу үшін первый слой деп алуымыз керек. Осындай плюс тәрізді белгілері бар болса, оның сапасы жақсы табиғи материал дегенді білдіреді. Осы сипаттамалар сізге басында түсініксіз болуы мүмкін, сондықтан міндетті түрде Google-ға салып, әрбір товардың карточкасын ашып, аударма жасап алуларыңыз қажет. Аударып қарасақ, мына жерде пу дейді, бұл дегеніміз полиуретан. Полиуретан дегеніміз ол синтетикалық материал, 20 градустық суыққа ғана шыдамды аяқ киім болып келеді. Бұл бізге жарамайды. Екіншісі 2 қабаттық двухслойный аяқ киімдер. Одан кейін шошқа терісінен жасалған. Жалпы Қытайдың аяқ киімдері қой терісінен, шошқа терісінен, сондай-ақ сиыр терісінен, қоянның терісінен жасалып тігілген болып келеді. Біз мұсылман елі болғандықтан, біз харам деп шошқа терісінен алынған жасалған аяқ киімдерді сатып ала бермейміз. Бізде ең ыңғайлы вариант ол сиыр терісінен жасалған аяқ киімдер болып келеді. Искусственный плюш дейді, мех кролика дейді, яғни қоян терісінен жасалған. Искусственный кожа ол бізге қажет емес. Бірнеше материалдардың қосындысы, бұның бәрі синтетика болып келеді. Бізге қажеті мына бір первый слой деген, яғни сиыр терісінен жасалған. Осы біреуді таңдаймыз қазір. Міне, осындай белгісі бар. Қызыл фильтр белгісін басамыз. Бізге 150 юаннан артық бағасы және де табиғи терден жасалған аяқ киімдерді шығарып берді. Аяқ киімді таңдар кезде сондай-ақ нақтылау үшін продавецпен сөйлесіп алсаңыздар болады. Қазір сіздерге продавецпен сөйлескен хабарламаны көрсетейін. SMS белгісін басамыз. Мен бір аяқ киімнің материалын сұраған болатынмын. Міне аяқ киім бізде. Мына жерде 100% оригинал деп көрсетілген екен, 11-11 скидкамен тұр. Негізгі бағасы 438 юан болыпты, қазіргі бағасы 227, өте жақсы скидкада тұр екен. Плюс-минус, яғни сапасына гарантия береміз деген белгісі бар. Товарды алған кезде міндетті түрде сондай-ақ живой комментарий, отзывтарын барлығын қарап аламыз. Міне, живой фотолары бар екен. Астында товардың мынандай карточкасы, яғни сипаттамасы тұрады. Міне бір стрелканы басатын болсақ, толық сипаттамасы шығады. Табан өкшесі 3 см-ден 5 см аралығында, 2023 жылғы қыстық сезонға жарайды. Корейский стиль дейді. Және де осындай
табиғи теріден жасалды деген белгісі бар екен. Енді продавецпен сөйлесу үшін біз білеміз SMS белгісін басамыз. Бұл аяқ киімнің материалы қандай, табиғи терімен, соны сұраған болатынмын. Ол маған қандай ответ қайтарды, соны скрин жасап қазір сіздерге көрсетейін. Сәлеметсіз бе? Бұл аяқ киім шынайы ма, яғни тері ме? Қымбаттым, үстіңгі жағы таза сиыр терісінен, астары қой терісінен және таза жүннен тігілген. Өте суыққа төзімді және жылы, табаны сырғып кетпейтін резеңке жұмсақ асты, яғни асты жұмсақ дейді. Біздің отбасы жүннен етік тігуге маманданған, яғни бұл тура мағынасында көрсетіп тұр. Біздің магазин табиғи аяқ киім, теріден жасалған аяқ киімдерді шығарады дегендері. Плюстары антарктикалық барқыт, яғни өте суыққа арналған, ал жүнділері терісі біріктірілген таза жүн. Яғни бұл аяқ киімді сатып алсаңыздар өкінбейсіздер, біздің қысқа нағыз арналған екен.